Mendy tapmasam bu da farklı oyun. Және onun жүргізушімен Балдыз Көш. Және бүгінгі oyuncularımızды қарсы алыңыздар. Oyuncular! Oyuncular. Енді oyuncularımızды tanıştırayық енді қазір. Ал енді бірінші oyuncumuz спортсменка, комсомолка, оптимистка, красавица, Квартирантка, белогорячка, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген грузчигі екінші ойыншымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Мейрамбек Беспаев. Және үшінші ойыншымыз мен, Қасы Феликс. Мен Патыматы Мұқаш, Маматы Күлаш, Егеу Мұқаш, Күлаш, Кашабалаш, мен Қасы Феликс. Қасы Феликс! Және ойыншылар, көрмендер, бүгінгі ойынның басқа ойындарға қарағанда бірақ қана ерекшелігі бар. Бізде бірақ қана тақырып болады. Қандай? Тақырып бұл өлең бұрынғыдан өзгерек деген тақырып. Нағым өзгерек осы екен. Нағым өзгерек осы бәрінен нормаль өлеңге сеніп өзгерек. Қасы Феликс, охранник. Ал енді бірінші ойыншымыз Мәнтаяға бастаңыз. Бастаймыз ба? Бастайық. Я угадаю мелодию 7 минут. Үшінші тура болады, қазір бірінші тур. Телевизор осылай айтады ғой. Көрген жоқсың ба деп осылай тұрып алады. Дочь. Міне былай тұр. Я угадаю эту мелодию 7 минут. Жоқ, Леночка. Леночка. Я угадаю эту мелодию 7 Енді бұл үшінші турда болады, ал қазір бірінші тур. Бірінші турда Мәнтаяға сіз әуен таңдайсыз. Мен үшінші тур өтірік қасам ше. Өтесіз. Ал жаңа. Ал енді Мәнтаяға таңдаңыз әуенді. Осы категориядан бірінші отырған. Бірақ ол категория бізде. Мәнтай? Бұл өлеңді білемін. Арты былай. Ал енді Мәнтаяға келесі әуенді таңдаңызсын. Екінші тасы. Моя. Құрметті көрермендер, менің атым Қасы Феликс. Мен барлық бағдарламасына келіп отырмын. Қолға айттым. Мен өзім оңтүстік Қазақстан облысы Мен Патыматы Мұқаш, Күләш, Мұқаш, Күләш, Малаш айттым ғой бағана. Мен кеше көрсетіп қозым айтпай қалды. Қозым особый предмет. Бойы бірде жетпес. Мынада аппендицит бар. Содан мына жерден 70 сантиметр шырағы бар. Құлағымның артына қалып алып, өзімді бері көзім мөлтілдеп тұрады. Қайдасың, қозы? Ей! Басқа бағдарлама ғой ол? Охрана қайда? Охрана! Охрана! Нау. Сен менің әжеме ұқсайсың. Қойсайшы. Неғып мен қозымды іздеп келіп отырмын, ол кезде көзім мөлтілдеп. Қойсайшы. Артым қайда кетіп жүрмесін бе бейшара? Қойсайшы. Қойшы! Мен бойымдан ұстеге ғой неме болып отырмын. Қыран еді алмасты. Ашып берді ашын. Енді Қасы Феликс өз орнына бармысыз? Ал енді Қасы Феликс әуен таңдайды. Келесі әуенді таңдайды Қасы Феликс. Пошел.
осы дәлел шекепті мен тауып Нереме? Подсказка. Подсказка? Подсказка! В студии! Подсказка номер 1. Мен Алматыға барамын. Барамын мен Алматыға деп айтып кетті ғой сен ше. Нереме? Тағы да подсказка. Сен алып жүресің өзің. Бля, бала білесің, айтып. Подсказка номер 2! Екінші подсказка. Подсказка номер 2. Не істедім Алматыда? Не істедің Алматыдан ба хайуан сайына көшесінде? Алматыда біз не істемедік? Тағы да подсказка бар ма? Подсказка номер 3! Подсказка номер 3. Сағындым Алматымды. Нереме? Случайно бұлар сағындым Алматыны емес па? Мейрамбек жеңді. Ал Мейрамбек әуелі қатар түсірді. Келесі ән. Қайсың түсірдің ба сен? Приз. Приз ешқандай ақша жоқ. Тек қана. Қайдағы приз? Мен жоқта еще оң жақтан шығады бұл. Қайдағы шығады мүмкін? Сол жақтан шығады. Қайда? Жоқ. Екі жақта жоқ па не? Мен şu ортасындағысы. Бізде жоқ, шкаф мүмкін де жоқ, приз де жоқ. Сен немене? Мен сенің программаңа еріп келіп тұр деп ойлайсың ба? Еріп кетті. Мен таңертеңнен бері базар жүрсем қаншама ақша тауып едім. Қанша машина тауып жүрді жігіт? Әкел призіңді. Мен қаншама уақытым кетті сенің программаң келіп. Сенімен. Программа еріп келіп тұр деп ойлайсың ба не? Базарда қаншама тәшкендерім. Нормальный драмочек речи. Адам шығар Мен білесің, жоқ қой. кетші. Барлық настроением құртап та түсті. Нормально. Ал енді келесі әуелі винтовкасы жоқ. Сондықтан мен өзім айтайын, иә? Өзің айта алсың ба? Угадай, иә. Тақтың ба не? Тақтың ба? Не могу слышать этот голос. Bundan böyle. Özür dilerim. Құрметті Мейрамбек Мұстафаев, сізді бұл тур аяқталды енді. Енді келесі турда келесіңіз, үшінші турда. Ал енді үшінші тур бастады. Я угадаю эту мелодию с 7 минут. С 5. С 4. С 2. Меньше. Алысы құрметті көрермендер, сіздер білесіздер енді қазақ халқы өте қаһарлы халық, ешкімге кек бұрмайтын халық, тез перістейтін халық. Минус 8. Минус 8. Минус 8.
Угадай. Ал одан кейін соны затында бастаймыз. А? Көрме? Қазақтың халық әні әбитөк. Иә! Красавчик, дұрыс, көрме! Ойбай, Миша! Мен айтсам жұлдыз ғой, жұлдыз. Бішіне едік қой, мен. Ал енді, Посмотрим еще. ал келесі өлеңі. Айналайын-ау, келесі өлең бір. Көрдің ғой мен балдыз көш бұрақтан тұрақтан. Подкаст көреді ғой, нәмін көрмейсің бізге сен. Кәс. Деші. Бұл өлеңнің аты «Сенің көзің». 4 шумақтан тұрады, оны Музапов орындайды. Баста? Мейрамбека. Я угадаю эту мелодию 7 минут. Мен болсам алдауын атам. Распети. Окей. Угадай. Ал енді төртін атадан. Та-на-на-на. О, бесеу. Та-на-на-на. Мейрамбек? Компот называется. Компит называется. Попал, короче. Мейрамбек? Подсказка. Бұл өлеңнің аты «Сенің көзің». 4 шумақтан тұрады, Музапов орындайды. Мотивы. Братан, слышишь?